Сәлем достар, қысқаша шолу арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге «Время исчезновения. Мальчик, который вернулся» фильмін қысқаша айтып беремін. Видео басталмас бұрын каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл сіздер үшін бірақ қана сәт, ал мен үшін 50 000 оқырманға апаратын жол. Ал біз бастаймыз. Ну и сколько дней? 2142. Фильмнің басында бізге психологтың алдында қобалжып отқан Сурин есімді қызды көрсетеді. Камера қосылғаннан кейін қыз өзінің оқиғасын айтып бастайды. Осыдан бірнеше жыл бұрын оның анасы Докюн есімді еркекке тұрмысқа шыққан. Алайда жақын арада оның анасы қайтыс болып, өзі жақсы көрмейтін өгей әкесімен бірге қалған. Сондықтан да Сурин ешкімге ашылмайтын өте тұйық қыз. Ол үйде жиі жалғыз қалады, себебі өгей әкесі Докюн шахтада күні-түні жұмыс істейді. Докюнның жұмысында кезекті жарылыс орын алған. Осы туралы бүкіл ақпарат көздері айтып жатыр. Суринді қызықтыратын нәрсе тылсым дүниелерді зерттеп, олар туралы ақпараттарды оқу. Бір күні сыныптастары оның компьютерінен не туралы оқитынын көріп, оны мазақ қылады. Қыз үйге қайтар жолда Сонмин есімді жетімдер үйінде тұратын баламен кезігіп қалады. Бала онымен танысқысы келгенімен қыз оған тіл қатпай кетіп қалады. Келесі күні сыныптастары әлі де Суринді мазақ қылып жүр. Сонда Сонмин оған да тылсым дүниелерді зерттеген ұнайтынын айтады. Уақыт өте келе Сонмин мен Сурин жақын араласа бастады. Өздерін қызықтыратын тақырыпта құпия сөйлесу үшін Сурин ерекше алфавит ойлап табады. Осы алфавиттің көмегімен екеуі бір-біріне хабарлама қалдырып жүреді. Олар сабақтан кейін тылсым дүниелерді іздеп қаланы аралайды. Бір күні орманнан қараусыз қалған ағаш үй тауып алады. Осы үйдің ішіндегі заттарды зерттеп уақыт өткізеді. Сурин осы жерде балаға өзінің сезімін білдірді. Кейін олар Сонминнің достарымен бірге Суриннің өгей әкесі жұмыс істейтін шахта жаққа барғысы келеді. Олардың мақсаты сол жақтағы жарылыстарға куә болу. Балалар шахтаға жақын жерге келді, алайда олардың өкінішіне орай ешқандай жарылыс орын алмады. Олар қайтар жолда ағаштың түбіндегі үңгірді байқайды. Балалар бұл үңгірді қызық көріп ішіне кіреді. Ішіне кірсе судың түбінде жарық шашып ерекше бір тас тұр. Сурин мұны метеорит деп жобалайды. Ал Сонмин болса тасты судың астынан алып шығады. Жұмыртқаға ұқсайтын бұл тас үңгірден шыққанда жарық шашуын тоқтатты. Балалардың бірі Тхечо бұл тасты уақыт гоблиніне тиесілі деп жобалайды. Оның естіген аңызы бойынша бұл жұмыртқаға жолыққан адамдар тез қартаятын болады. Алайда балалардың ешқайсында ондай өзгерістер байқалмайды. Осы уақытта Сурин өзінің анасы сыйлаған шашбаулықты жоғалтып алғанын байқайды. Және де оны іздеп үңгірге қайта түсті. Осы уақытта Сурин жарық шашатын тастың қайтадан орнында тұрғанын көріп шошып кетіп, сыртқа қарай жүгіріп шығады. Сыртқа қарай шықса, сиқырлы тас үгітулі жатыр. Ал достарының ешқайсысы көрінбейді. Қыз достарын іздеймін деп түнге қалып қояды. Орман арасында адасып кетіп, осында қонып қалуына тура келді. Ертеңгі күні қала адамдары жоғалған балаларды іздей бастады. Олар ес-түссіз жатқан Суринді тауып алды. Құдай сақтағанда Сурин аман-есен есін жиды және де өзінің достарының басына өткен оқиғаны айтып берді. Алайда сиқырлы тас туралы әңгімесіне үлкендердің ешқайсысы сенбейді. Оның үстіне қыз үңгірді көрсетуге үлкендерді алып барғанда үңгір орнында жоқ болып шықты. Үлкендердің ойынша қыз оларды ақымақ қылып жүр. Осыдан кейін детективке жоғалған балалардың бірі Джибуканың өлі денесі қаладан 20 км жерде жағажайда табылғанын хабарлайды. Және де баланың астма ауруынан қайтыс болғаны белгілі болды. Және де баланы біреу жерге көмгендіктен із-түзсіз жоғалу емес, адам ұрлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Арада 2 апта өтті. Жоғалған басқа 2 бала әлі де табылмады. Сурин де басқалар секілді не болып жатқанын түсінбейді. Және де Сонмин жоғалып кеткеннен кейін қайтадан тұйық қызға айналды. Үлкендерге болған жағдайдың бәрін жасырмай айтып берсе де, үлкендердің ешқайсысы оған сенбейді. Бір күні ол үйдің сыртынан шыққан тырсылдың дауысын естиді. Үйден шықса, орманға қарай жүгіріп бара жатқан еркекті көреді. Суриннің жүрегі бірдеңені сезгенде ересек адамның ізінен қуа жөнелді. Қыз сүрініп құлаған кезінде ересек адам да орнында тұрып қалды. Және де ол Суринге қарай жақындап келе жатыр, ал Сурин қорқып тұр. Бұл жігіт Суринге өзінің Сонмин екенін айтады. Оны естіген қыз есінен танардай болып жылап жолға қарай жүгірді. Жолда оған өгей әкесі жолығып қалды. Осыдан кейін ол екеуі полиция бөлімшесіне барып болған оқиғаны айтып береді. Олар өзін Сонмин деп таныстырған ересек адамды балаларды ұрлап кеткен қылмыскер деп жаппай іздеуге кірісті. Іздеу барысында үлкен күнделікке ұқсас кітап табылды. Бұл Сурин мен Сонминнің жасырын түрде сөйлесу үшін қолданатын күнделіктері еді. Қыз оны алып қарағанда күнделіктің барлық беті
толтырулы екенін көріп таңғалды. Сөйтсе сонымен қыз үңгірге кіргеннен кейінгі болған оқиғалардың барлығын өздерінің жасырын тілдерінде күнделікке толтырып жазып қойған екен. Балдар қыздың үңгірден шыққанын күтпей сиқырлы тасты жерге ұрып жарған екен. Олардың өкінішіне орай ешқандай ғажап орын алмады. Және де Сурин үңгірден шығып болмағасын олар артынан түседі. Сонымен келсе Сурин орнынан қозғалмай қатып тұр. Сөйлесе жауап бермейді, түртсе қозғалмайды. Балалар болып жатқан жағдайға аң-таң. Үңгірден шығып балалар аспанға қараса, бір орында қатып қалған құстарды көреді. Осыдан кейін балалар қалаға қарай аттанады. Қалаға келсе өздерінің таныстары да, өзге қаланың тұрғындары да бір орында қатып тұрғанын көреді. Осы кезде балалар өздерінен басқа адамдарға уақыттың тоқтап қалғанын түсінеді. Алғашқы күндері оларға өмір ғажап болып көрінді, себебі олар білгендерін істей алады. Шамамен бір айдан кейін олардың іштері пыса бастады. Осы кезде олар қайықтың көмегімен басқа қалаға барамыз деп шешті. Алайда олардың жоспарлары жүзеге аспады, себебі суда бір орында қатып қалған. Күнделікті оқу барысында Сурин орманда жолыққан адамның сонымен екеніне шүбәсіз сенді. Ендігі оның ойы өзінен полиция қызметкерлерін алыстату. Себебі олар қазіргі уақыттағы сонымен ұстап алатын болса, балаларды ұрлап кеткен адам ретінде түрмеге жабады. Сондықтан ол ізгесушіге ормандағы көрген адам туралы оқиғасы өтірік екенін айтады. Ізгесуші оның сөзіне сенді, ал біздің Сурин күнделікті оқуын жалғастыруда. Біраз уақыт өткен соң балалар орман ішінде палаткада өмір сүре бастады. Джибуканың жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатыр, себебі ол астмамен ауыратын бала еді. Ал оның ингаляторы жұмыс істеуін тоқтатты. Бір күні Джибука достарының көзінше тұншығып, баяу өмірден өтеді. Балалар шарасыздықтарынан өкіріп жылайды. Амалдары қалмағандықтан Джибуканың денесін жағажайға барып көмеді. Қанша уақыт өтсе де Джибуканың денесі сол күйінде қала берді. Арада 5 жыл өтті. Әлем сол қалпында, ал балалар жалғыздықта өмір сүруде. Олар кәмелет жасқа толып қалды. Сонменің есебі бойынша олар 20 жасқа толған кезде әлем қалпына келу керек. 20 жасқа толар уақытта олар адамдардың қалталарына ақшаларын алып, шамалы байып қалайық деп ойлайды. Алайда 20 жасқа толғандарында да ештеңе өзгермейді. Осыдан кейін жігіттер бүкіл үміттерін жоғалтты. Сонымен кезінде Сурин екеуі тауып алған ағаш үйде Тхичомен бірге өмір сүре бастады. Бір күні сонымен сыртқа шығып иісі ауысқан адамдай айқайлай бастады. Бұл жағдайды көрген Тхичо да жабырқап қалды. Бір күні сонымен айдың пішіні өзгере бастағанын байқайды. Демек өмірдің өз қалпына келетін уақыты жақындап қалды. Досына қуанышты хабарды айтуға барғанда Тхичоны таба алмай қалды. Осыдан соң оны іздеп қалаға қарай шықты. Ол жерден де таба алмағасын жартастың басына келеді. Жартастың басында Тхичоның заттарын көріп, оның уақытты орнына келтіру үшін жартастан суға секіріп кеткенін түсінеді. Сонымен де жартастан суға секіріп кетті. Алайда бұл сәтте уақыт орнына келген екен. Айналасындағы қозғалысқа енген табиғатты көріп, жігіт өте қатты таңғалады. Күнделікті оқып болғаннан кейін Сурин досын көру үшін ағаш үйге келді. Олар бастарынан кешкен оқиғаны әлемге айтамыз ба деп ойлайды. Алайда өздерінің сөзіне біреудің сенетініне сенімсіз. Осы уақытта полиция қызметкерлері камерадан сонымен де байқап, оның орманда өмір сүретінін түсінді. Олар үшін бұл жігіт әлі де балаларды ұрлап кеткен қылмыскер. Кешкілік сонымен Суриннің бөлмесіне келді. Себебі оған қыздың қолдауы ауадай қажет. Сонымен бұл жалғыздықты көтере алмай өз-өзімен бірдеңе істеп қоям ба деп қорқады. Келесі күні олар сонымен тәрбиеленген балалар үйіне барды. Сурин балалар үйінің бастығына болған жағдайдың бәрін баяндап береді. Әлбетте ол қыздың сөзіне сенбейді, және де Суринді әкесі келіп алып кетті. Сол кезде директорге сонменің өзі кірді, және де болған жағдайдың бәрін айтып береді. Алайда директор сонымен де шырамытып тұрғанымен болған жағдайға сене алмайды. Докион өзінің қызын бөлмесіне қамап тастады. Алайда сонымен келіп оны шығарып алады. Сөйтіп олар үйден қашып кетеді. Олар алдағы уақытта не істейтіндерін жоспарлап жатыр. Сол уақытта Суриннің үңгірдің ішінде тағы бір сиқырлы тасты көргені есіне түсті. Соның көмегімен басқаларға біздің сөзіміз рас екенін көрсетейік дейді. Алайда жігіт жалғыздықта өмір сүргеннің қандай қиын екенін білгендіктен Суриннің де бұл жағдайды басынан кешкенін қаламайды. Докион үйге келіп қызының бөлмесінде жоқ екенін көрді. Ұялы телефонынан сонменмен түскен суретін көріп ағаш үйге қарай аттанды. Бұл жерге келе сала ол сонменге шабуыл жасады. Алайда жігіт оған әл бермей оны есіне тандырып Суринді алып қашып кетеді. Келесі күні ізгесуші ағаш үйде келіп тексерді. Оның ойынша бала ұрлаушы қылмыскер өзін сонменмін деп Суриннің басын айналдырып жүр. Суриннің жоғалып кеткендігі туралы теледидардан беріп жатыр. Сондықтан да көп ұзамай полиция қызметкерлері олардың іздеріне түсті. Басқа амал болмағасын жігітті құтқару үшін Сурин өзі келіп берілді. Олар қоштасар сәтте үңгірде жолығамыз деп келісті. Ізгесуші қызға қылмыскердің оны алдап жүргенін түсіндіргісі келеді. Алайда Сурин өзінің ойын өзгерткісі келмейді. Осы кезде ол әжетханаға сұранып бұл жерден қашып кетеді. Ол үңгірге барып сиқырлы тасты
алып Сонминге ұстатады. Жігіттің Суринге тасты қайтып беруге қолы бармайды. Себебі өзі бастан кешкен жалғыздықты Суриннің де көргенін қаламайды. Сонмин осы кезде достарының жоғалғаны үшін кінәні өз мойныма қылмыскер ретінде аламын деп шешті. Осы кезде олардың ізіне полиция қызметкерлері тағы да түсті. Осылайша оларды жартастың жанына келгенде қуып жетті. Офицерлердің бірі Сонминді ұстау барысында Суринді абайсызда жартастан итеріп жіберді. Нәтижесінде Сурин үзгесуші және Сонмин жартаста ілініп тұр. Ізгесуші мен Сурин жартастан үзіліп төменге қарай құлап бара жатыр. Біздің кейіпкер оларды құтқару үшін сиқырлы тасты тағы да жарды. Осылайша Сурин мен ізгесуші жағалауда оянды. Қыз бұның бәрі олар үшін бір-ақ сәт болғанымен, Сонмин үшін тағы да ондаған жалғыздықтағы өмір екенін түсінеді. Осыдан кейін Сурин үйіне оралды. Докёмен бірге кешкі аста осыған дейін жасаған қателіктері үшін кешірім сұрады және де оны алғаш рет әке деп атады. Осы уақытта үйге ізгесуші келді. Ол жартастағы жағдайда қалай аман қалғандарын түсінгісі келеді. Алайда Сурин оған тіл қатпаса да, ізгесуші осыған дейін қыздың өтірік айтпағанын түсінді. Детектив сонда оған қылмыскер осыған дейін мені алдап келді деп мәлімдеме берді дейді. Осылайша Сонмин жалғыздықтағы өміріне оралғандықтан оны түбінде ешкім таба алмайды. Осымен Сурин психологқа өзінің әңгімесін баяндап болды. Бұл оқиғадан өте қатты әсер алғандықтан психолог осы туралы кітап жазамын деп шешті. Біраз уақыттан кейін Сурин басқа қалаға қарай көшпекші. Ол кетер алдында психолог ханыммен жолығып қалды. Осы кезде ол қызға өзінің жариялаған кітабын сыйлады. Сурин көлікпен кетіп бара жатқанында жолдан Сонминді көргендей болды. Және де дереу оның ізіне түсіп еді, алайда оны таппай қалды. Біраз жылдардан кейін олар үлкен кемеде жолығады. Фильмнің соңы қос ғашықтың бір-біріне қарап тұрған жерінен бітеді. Достар, егер де видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Ал сіздермен бірге болған қысқа уақытта сіздердің көңілдеріңізді табуға тырысатын қысқаша шолу. Көріскенше достар.